Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Тұлпар-Тальго пойыздарының билеттеріне 50% жеңілдіктер ұсынады. Астанадан Павлодар мен Қызылорда, Ақтөбе мен Шымкентке жылдам әрі жайыл жеткісі келген жолаушылар билетті ерте алған жағдайда жарты бағасын төлейді. Алматы-Защита, Алматы-Атырау және Алматы-Ақтөбе бағдарлары бойынша да айтарлықтай жеңілдіктер қарастырылған. Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры 300 мыңнан астам шаршы метр баспана салып пайдалануға берді. Өңірлерде дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын жылжымайтын мүлік қоры бағыты бойынша жеке меншік компаниялармен әріптесе отырып 770 мың шаршы метр баспана пайдалануға берілмек. Оның ішінде шамамен 10.800 пәтер жылжымайтын мүлік қорына тиесілі. Осылайша жылжымайтын мүлік қоры үш бірдей стратегиялық міндетті орындап отыр. Бүгінгі күнге дейін жылжымайтын мүлік қоры өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында жалпы ауданы 315 мың шаршы метрден астам 9 тұрғын үй кешенін салып пайдалануға берген. Fitch халықаралық рейтинг агенттігі Самұрық-Энерго акционерлік қоғамының кредиттік рейтингін тұрақты деңгейде растады. Fitch рейтинг сарапшылары Самұрық-Энерго Қазақстандағы жинақталған белгіленген энергия өндіру қуатының шамамен 38% және елдегі жиынтық көмір өндірудің 36% реттейтіндіктен Қазақстан экономикасы үшін компанияның стратегиялық маңызы барын ескерген. Сондай-ақ мемлекеттік компанияның күрделі салымдар стратегиясы мен бағдарламасын қолдау есебінен және капитал жарнасы, активтерді ұсыну, субординацияланған кредиттер мен көмек қаржы нысандарындағы қаржылық қолдау есебінен сақталуда екенін атап етті. Қазпошта акционерлік қоғамы Астанада алғашқы сәлемдемелер супермаркетін ашты. Сізге сәлем сауқат жолданған жағдайда ұялы телефоныңызға SMS хабарлама келеді. Сұлушаш Татенова осындай хабарламаны алысымен орталыққа жетті. Ондағы тірек нөмірді терминалға теріп, өз сәлемдемесінің нақты қай сөреде, қай жәшікте жатқанын өзі тауып алды. Айтуынша керек жарағын интернет дүкеннен тапсырыс беруге дағдыланған ол аптасына 2 рет үйге жақын маңдағы Қазпошта бөлімшелерін жағалап келген. Жарты сағаттан 1 сағатқа дейін. Өткені талон аласын, одан кейін ақшасын төлейсің, одан кейін посылканы тапқанша. Ал енді мына жерде өте жақсы ұнады. Басында енді сообщение келгенде өзім таң қалдым, қайдағы супермаркет деп. Бірақ осында келгеннен кейін кіреберістен бастап талонды алып, бір 7-8 минуттың ішінде мен өз посылкамды алдым да, өте риза болып қайтып келе жатырмын. Сәлемдемелер супермаркет қызметкерлері күніне орта есеппен 200-300 адамға қызмет көрсетіп жатқандарын айтты. Жалпы орталық 4000 сәлемдемені қабылдап, өңдеуге қауқарлы. Бастысы сәлемдемені алуға келгендер кезекке тұрып, уақытын зая шығындамайды. Бізде 2 касса істейді, тез әрі жылдам. Жеке куәлігін көрсеткен жағдайда қолын ғана қойып кете береді. Бұл жерде Қазақстанның кез келген өңіріне сәлемдемені салып жіберуге болады. Ол үшін қарапайым бірнеше қадамды орындап, ережеге сай атқарсаңыз жеткілікті. Сәлемдемелер супермаркет аптасына 7 күн, таңғы 8-ден түнгі 22:00-ге дейін үзіліссіз қызмет көрсетеді.